смешно. Қайырлы күн достар, біз как всегда үйдің шошылып жатысымызды қараңыз. Негізі үйдің іші күнде шошылып жатпайды, бірақ демалыс күні азғантай балдарға мен азғантай свобода берем. Өткен демалыс күні не үшін арналған? Демалуға арналған. Сол үшін өйстіп демалыс күндері азғантай бір 10-11-ге дейін демалып, балдарымыз азғантай демалып ұйықтап, обедтерін асықпай ішеді. Той обед таппау завтрактарын. Қазір еще не заказ бердім, аренда не бар ғой, аппарат мойка окна. Қазір соны әкеп беру керек, бір сағатта соны қойып жуып аламыз. Үйлерімді қазір сүт қатындан тұрып жинайтындарын жинап, риэлтор қызды шақырдық. Сол келіп, қазір суретке видеоға түсіру керек осы жердің бәрін. Керек емес заттардың бәрін шығарып жатырмын. Қыздар келді. Просто видео снимает. Спорласып біздің балдар айқайласып төбелесіп өйтеді. Осы мына жақта жинадық. Төбедегі заттардың бәрін алып қазір кладовкаға жіберу керек. И вот қазір еще әлі келген жоқ, жаңағы терезе жуатын неміз аппаратымыз қазір келеді, сосын осыны әп-әдемі тап-таза жуып аламыз. Менің гүлдерім. Бұл бейшара гүлдер қанша неден сынақтан өткен гүлдер. В общем, үймен кім келеді, кімнің баласы кетеді, кімнің келейін, менің гүлдерімнің бәрін бытшын шығарып кетті. В общем, мына гүлді өтті, сонымен бірде бір жапырақ жоқ. И сосын мына жерде болған, мен оны кесіп алып тастадым. Жапырақтардың бәрін жаңағы племянницамның қызы, сосын қайынсының баласы. Мынандай жапырақтардың бәрін жұлып алғанда, соны ақша қылып ойнап отыр ғой келістіріп. Мынау лимон, мінекей. Авокадо мен мынау кейінгі шығарып жатқан үлкен мынандай 2 метр авокадо болып, мына жапырағы мынада мелкий, ананың жапырағы үлкен болатын, әдемі болып тұратын. Бір суреттен тауып көрсетер. Соны алып аударып, аударғаннан кейін ана авокадо өспей қалды. В общем, хотела немен, ничего не получилось. И вот мына жапырақтарын көріп тұрсыздар ма? В общем, отырады да бүйтіп тиіседі, тістейді. Соны, короче, мына менің тым жақсы өсіп кеткен фикусым ғой, бұл неден өсіп кеткен фикус еді десеңізші. Ол фикус міне мынандай үлкен дерево болған. Мына жерін көріп тұрсыздар ма? Мінекей, жұлынып қалған, сосын қайтадан келе садила. Мына гүлдің аңғарсыз қасқан. Жапырақ жоқ кешіп демашақ келеді. Жапырақтың бәрін аңша тұрып салып кетті. Мынау карликовый, жаңағы жоқ, доллары дерево дейді, замия кукс бар, соның карликовый түрі. Мынау, мен атын тұқалдым, бұлдар қасқа өліп, әлем осы жылы енді шығады. Бұл бір жыл тұрды. Нені жағасы сөзбен көрсеш? Осылай тұрған. Мына ішіндегісі, мына ішіндегісі, мына глоксини. Мен алдында бір жерде көріп қалдым да, андай астына тамырымен бір жерде тұр екен. Или біреу лақтырып кетті ме білмеймін. Ұмытып кетті ма, бір супермаркетте тауып алдым, сосын алып келіп отырған. Это глоксини. Бұның негізі үлкен жапырағы болған, айтатын бізден келген кім бар, соның барлығы өлтіріп тастайды, сүріп тастайды. Мынау медвежий лапа дейді, орыстарда, біздерде вонючка дейді. Негізі мынау сасық гүл, анамна дейді, бірақ пайдасы өте күшті гүл. Кислородты жақсы береді. Мына осыны ана жерде не тұрған, жерге кеше гүл егетін не қойды ғой. Сол жерге отырғызсам ба деп тұрмын, неприхотливый любой жерге себеді. Атымда жамырап, уже горшокқа сыймай жатыр. Мына, короче, мына бар ғой я, мына гүлдің бір несі жақсы, мен мынадан кесіп алдым, тамырлатқан жоқпын, суға ештеңе отырған жоқ, просто топыраққа отырып, тығып тастадым, ұзын екен. Шамасы болды, сондай гүлдерін айтты маған. И мынаны мен жұмыстан алып келдім, мынаның бейшарасын шығарып жұмыста. Қыздар деген, ана жаңағы шайы қалған қалдық шайы бар ма, су ішіп жатқан суының қалдығы бар ма, төгіп жіберді мына ішіне, мынау бас салбырап қасқасы шығып қалды. Үйге келіп мен енді мынандай оймен жапырақ берді. Негізі мына үлкен гүл болады, күшті әдемі гүл болып шығады. Просто анда күн жоқ болған соң таза андай не болады, свет сәуле іздейді да, сосын соған сол өсе береді. Именно мен укроптарын қараңыз, қалай шығып кетір. Бастарын кесіп тұрған негізі. Тағы новый шығып кетір. Мына не деп ойлайсың негізі? Не знаю. Это знаешь, вообще-то ана гүлдің, ана үлкен гүлдің астынан шықты, бұл бірақ ондай гүл емес. Бір луковица болып, үлкен луковица болып шықты. Не керек па деп бір жерден тұқымынан түскен болсын деп бірдеңе мынау. Ана жүрісімен әжем жүрісті. Әтіс кетті. Мыналардың бәрі детки. Айтып тұрмын ғой, супермаркетте болғанда бір лақтырып кетіп қалған. В общем, солардың бәрін әкеліп тамырлатып, енді мыналардың бәрін кесу керек, әдемілеп тамырлатып шығарып. В общем, өзім өсіріп алған гүлім. И вот здесь менің бөпешкім бар мінекей. Мынаны да тамырлатқан жоқпын, просто әкеп топыраққа тұрғыздым, өзім өсіп жатыр. Ол жұмыста үлкен не болған. Қасқасы шығып, бұсықшы болып деп жатқан керек ғой. Көрдің бір жапырағын жылы болғандай. Келмесең бір жерімді ойып кесе алайын қар. Міне. Әкелмесең қыдағысына қытып деп. Ұнай ма саған? Кетші, бұлардың да несі бар ғой, жаны бар, ауырады оларға да. Осы жасай ма? Ана мен қызымды кім айтады дәуде? Все, ладно, идите, не мешайте мне. Короче, мен бір видео түсірсем, осы жаман етіп көк. Біз үйдің әлі күнге дейін принципі жоқ. Өйткені біздің папамызға некогда. Осы демалыс күндері жасашы деп не істесем, мне некогда дейді, потому что демалыс күндері охота деп кетеді. Сөндірей! Мінекей, мына қыздардың көрмесі. Мен көріп қалдым. Мына, не деді, стенаның бәрін салынып жуыңдар. Тазаны покупатель келген кезде жарқырап, мен мындамын деп тұрмасын. И вот кішкентай кольдочек, это мое рабочее место. Демалыс күндері кейде онлайн үйде отырып жұмыс жасағанда осы жерде компьютер қосып жасаймын. Мына жерде әлі қопырап тұр, киімдерді разберите дедім ғой, Бекош. Айкош, нет, Акимдікі пусть стоит, Акимдікін киме. Возьми вот эту куртку, он же не будешь уже одевать вот это. Мыналардың бәрін неге в шифоне бердіріңдер.
Сосын мына жерде мінекей пальто жатыр бекоштың. Уберите все это. Вот кухня қалды енді. Қазір осы кухняның ішін енді былай жалпы жинап алдым, бірақ мына жерде әлі бір-екі нәрселер бар. Видеоға түсіп, фотоға түсіп бәрін жібердік. Қазір мамам келе жатыр, соған дайындалып отырмыз. Қызымның жасап жатқаны. Это мой любимый вообще-то брауни. Соны жасап жатыр. И рыбу жарю. Риба. Неше күн картошка жегенбіз. Кеше алдың күн картошка. Енді аузын ашып кетсің. Короче, осындай. Манағы шашылып жатқан үйімнен. Қарасаңыздар, қазір онда шашылып жатқан жер жоқ. В общем, осылай. Бүгінгі күніміз осылай өтіп жатыр. Папамыз жоқ. Папамыз охота деді, демалыс деді. В общем, достарымен кетті. Суббота, воскресенье тек қана мен үйдемін балдармен. И бүгін қызым демалып жатыр. Негізі қызым вообще демалыссыз жұмыс істейді. Осылай қазір әлі күтіп жатырмыз жаңағы нені. Ана аппаратты терезе жуатын. Қазір қала келеді, сол қосып көрсетемін. Достар, міне келді. Қостық. Суады екен, жақсы суады екен негізі. Ана төрт қызы разницасы, ана терезе, мына терезе. Үшін келіп бәрін жасап жатыр. Балық дайын. Макарон тоже почти дайын. И котлет еще дайын. И вот. Қызым сыптық кеткен жатырмын. Енді тек мамамды күту қалды. Мен кішкентайымда мамам ойбай, сұмды күні. Жаппай шын жүрмейді. Жаман қорқам өткен осы несімнен. Ал эфирге қайтып келдім. Тұшпам. Қызымның дайындаған несі. Брауни вообще керемет, енді сөз жоқ. Камара. Кондитерский магазиндер ғой, сататын. Олардан вообще күшті ғой. Керемет. Рахмет, Тоша. Өз арасында айына бір рет, жылына бір екі рет бар сөйтіп. Еркелетеді мамасын. Осындай тәттілер етті, дайындап берді. Ладно, давайте, достар. Ертеңге дейін көріскенше.